Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 3-ші сабақ. Дыбыстар мен әріптер туралы өтетін боламыз. Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпаңдар. Сонымен дыбыстар дегеніміз балалар. Дыбыстарды біз естиміз және айтамыз. Ал әріптерді жазамыз және көреміз. Әріптерді біз балалар қазақ тілінде қанша әріп бар? Кеше ғана өттік. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара. Айналамыздан қандай дыбыстарды естуге болатынын айт дейді. Балалар не істеп жүр? Балалар коньки теуіп жүр екен. Және нелердің дыбыстары естіліп тұр? Машиналардың, ағаштың сылдыры, құстардың дауысы, осы дыбыстар естіліп тұр екен. Бұл дыбыстарды біз естиміз және көреміз балалар. Екінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Дыбыстар. Қоршаған ортада түрлі дыбыстар естіледі. Судың сылдырын, құстың сайрағанын және ұшақтың гүрілін естиміз. Ал тіл дыбыстары бұл дыбыстардан өзгеше. Тіл дыбыстары арқылы сөйлейміз, ойымызды жеткіземіз дейді. Яғни біз ауызбен айтқанда тіл дыбыстары басқаша естіледі екен. Тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде дейді? Сұраққа ойланайық балалар. Тіл дыбыстарының ерекшелігі балалар. Біз ойымызды сөйлеу арқылы, яғни жеткіземіз. Оның ерекшелігі осыда. Су, тіл, құс сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып көрейік. Сөз мағынасын түсінің бе дейді. Қане айтып көрейікші. Су. Мысалы, су сөзін уыс деп айтсақ бізге түсініксіз. Ол не деген сөз? Оның мағынасы да жоқ. Оны біз түсінбейміз. Ал егер су дейтін болсақ, кәдімгі су түсінікті. Тіл, мысалы, літ десек түсінікті ме? Түсініксіз. Тіл деген түсінікті, літ деген мысалы түсініксіз. Міне дыбыстардың орнын ауыстырсақ біз сөзді түсінбей қыламыз. Яғни оны ретімен айтатын болсақ біз түсінеді екенбіз балалар. Жақсы, келесі. Сөз дыбыстан құралады. Дыбыстарды біз айтамыз және естиміз. Дыбыстар жазуда әріппен таңбаланады. Әріптерді біз көреміз және жазамыз. Түсінікті ме балалар? Осы ережені жаттап аламыз. Және үшінші жаттығу сөздерді көшіріп жаз. Ай, ине, бота, лақ, торғай, қарға, қарбыз, мектеп, көше, ауыл, қала деген сөздерді көшіріп жазамыз. Келесі, сөздер неден құралған? Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар? Сөздер неден құралған? Әріптер мен дыбыстардан құралған екен. Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар дейді. Мысалы, ай сөзінде 2 әріп және 2 дыбыс бар. Ине 3 әріп, 3 дыбыс бар. Бота 4 әріп, 4 дыбыс бар. Міне балалар, осы сияқты басқа да сөздерде қанша әріп болса, сонша дыбыс болады екен. Сонымен сабағымыз аяқталды балалар. Каналға жазылуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.